Сәлем достар, сіздермен болған Жылзай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде асыранды қыз екінші бөлімі. Сіздерге бұл сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик кетіңіздер. Достар, уже 2000 подписчикке аз қалды. Сіздерге көп рахмет айтамын. Тезірек 2000 подписчикке жеткізіп тастайық. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Аружан, қайқа баратырсың? Неге көзің қызарып тұр? Жоқ, ешнәрсе. Жай кухняға баратқам ғой. Қарным ашып кетті. Жарайды. Біреу тиіссе маған айт, жарай ма? Жарайды. Ендеше мен кете берейін. Сізге бөгет болмай қояйын. Өзіңіздің жұмысыңызды істей беріңіз. Қазір сізге кофе әкеп берейін бе? Кофе әкеп бере қойшы. Рахмет саған, барлығын істеп жүрсің ғой. Саған көмектессін бе әпкен? Жоқ, керек емес, өзім істей беремін. Ендеше мен кеттім. Бұл қызда ақылды ғой. Ана әпкесі көмектеспейді, жатыр түйттік түсіре береді. Сәл болмағанда біліп қоя жаздады ғой. Білсе, сосын маған мама ұрсып береді. Мына жерде кофе жоқ па не? Жарайды, шай құйып бере салайын. Шай бар екен ғой. Және де өзіме де құяйын. Мінеки. Болды. Енді апарып берейін. Папау, мінеки сіздің шайыңыз. Осы бола бере ме? Бола береді. Кофе таусылып қалыпты, если болмаса барып магазиннен әкелейін. Жоқ, рахмет осығанда. Шай іше беремін. Шай өзіме ұнайды. Жарайды. Ендеше мен барып тамағымды іше берейін. Ас болсын, қызым. Сосын маған кел, жарай ма? Саған бір нәрсе үйретемін. Жарайды. Бұл менің алтын қызым ғой. Шайын ішейін. Шай өте дәмді ғой. Ана қызды барып көріп келейін, бір нәрсе бүлдіріп жатқан шығар. Көрмесем болмайды. Ендеше барып көріп келейінші. Мынаны да ұмытып қаппын ғой. Қазір Аружан білетін шығар, ол ақылды қыз ғой. Істеп отырсың, жұмысқа бармағансың ба? Компьютермен оқып жатсың ба? Мынаны ұмытып қаппын ғой. Соны қазір Аружаннан сұрайын деп жатырмын. Ол ақылды қыз ғой. Оны ақылды дейсің ба? Не дейсің? Басына айтшы, білмей қалдым. Жоқ, ешнәрсе. Аружан қайда? Аружан ба? Және де кухняда тамақ ішіп жатыр. Не болып қалды? Тамақ ішуге болмай ма не? Жоқ. Просто өзім дайындап берем ғой дегенім ғой. Ол өзі дайындалады, ақылды қыз ғой. Анаған айтсай, сезімге. Әпкесі ғой, көмектеспей ме? Қазір айтамын. Жарайды, мен Аружанға барып келейін. Аружан, тұр бол. Тез тамақ ішпейсің сен. Не біздің продуктіге тамақ ішесің ба? Тұр былай, ішпейсің. Кет былай тез. Неге тамақ ішуге болмай ма не? Сен не? Бізден рұқсат сұрамайсың ба? Жәнелі әкеге айттым ғой, іше бер деді ғой. Сен осыны әкеңе айтатын болсан, тая жейсің, бірақ ол сенің әкең емес, ұқтың ба? Неге? Ол менің әкем ғой, өте мейірімді жан екен. Сен сонда мені қатал деп тұрсың ба? Кет былай, бардай үйді жинап шық, тез. Жарайды, бірақ маған әпке көмектессінші. Жоқ, өзің істейсің. Оның тірлігі бар, білесің ба? Түйттік түсіріп жатыр ғой. Жарайды, маған қашан телефон алып бересіздер? Сене келе салып телефон дейсің ба не? Тұр былай, телефон жоқ саған, ұқтың ба? Таста жоқ саған, кет былай. Жарайды. Жынды ма дейм ба? Менің қызыма бермей ме? Сезім, келе ғой. Мам, не болып қалды? Кел, тамағыңды ішіп ал. Қарның ашқан шығар, азында тамақ ішпедің ғой. Жарайды. Мынаны кім пісірген? Бұны ма? Жәнелдегі Аружан пісірді ғой. Не? Мен Аружанның тамағын жемеймін. Уландырып істеген шығар, қойшы, мен жемеймін. Жеп көрсенші, мүмкін дәмді шығар. Сіз сонда оның тамағын дәмді деп тұрсыз ба?
Мен жемеймін, өзіңіз жей беріңіз. Жарайды, қазір өзім істеп беремін. Мен кеттім, ендеше видео монтаждауым керек. Ой, бұл қызда аш жүре береді ғой ше. Титок дей берді ғой, талып қалмасыншы бір күні. Эх, не болып қалды, Аружан, көңіл күйің жоқ қой? Кел, отыр, біреу тиістімей саған. Тамағың қандай болыпты? Дұрыстап ішіп алдың ба? Қарның тойды ма? Иә, қарным тойды. Иә, дұрыстап іштім ғой. Жоқ, ешкім тиіскен жоқ. Маған кім тиіседі дейсіз? Мен қазір үй жинауым керек еді, уақытым бос емес еді. Кейін сөйлесейікші. Жоқ, қазір сөйлесеміз. Кел, қасыма отыр. Жоқ, мен бара берейінші, папа, өтінем. Жоқ, сен шаршаған шығарсың, қазір Айсесім жинап тастайды. Айсезім? Жоқ, керек емес, өзім жинаймын. Кел, отыр, болды, қой. Жарайды, қоймадыңыз ғой, отырайын. Я, не болып қалды? Сен осындай нәрсені білесің бе? Менің есімнен шығып кетіпті. Жоқ, мен өмірімде интернетті қолданып көрмеппін. Я, бірақ мен саған телефонымды берейін. Маған телефон қажет емес, өзіме новин сатып ала салам. Жоқ, керек емес. Маған телефон не қажеті бар? Менің тамағым, жататын жерім болса болды ғой, телефоным керек емес. Жоқ, ала ғой, мінекей. Мен бұны жақында сатып алғанмын. Ала ғой. Жоқ, керек емес, ұят болар. Жоқ, ала ғой, болды. Жарайды. Бірақ мама ұрыспай ма екен? Қайдағы ұрысады, ол ұрыспайды ғой, қатал емес дегендей. Жарайды. Енді мен кете берсем бола ма? Кел, мен саған үйретейін телефонды қалай істейді екенін. Жарайды. Вау, маған комментарий дегендей ұнады, күшті комментарий жазыпты. Вау, мына комментарий не деген? Асмер, түсірші, пыжы депті. Жарайды, түсірсем түсірейін. Бірінші мен боянып, сосын киімімді ауыстырып, тағы қазір сосын түсіремін. Ендеше маған кірісу керек. Ендеше мен бірінші киімімді ауыстырып алайын. Блин, қандай киім киемін? Бір киімім де жоқ қой. Мә, неге менді? Мынау не? Мынау вообще-то той көйлек. Маған бір нормальный киім алып бермейді ғой. Мынау вообще пляжға кеткен киім ғой. Жарасып та тұрған жоқ еще. Қайсын кием енді мен? Мынаны кием, басқа киімім бар ма осыдан? Мынандайға қоя салайын. Болды, осын кием. Бүгін мен точно шопинг істеймін. Енді барып боянайын. Сосын тәттілерім бар ғой, соны әкелейін. Мінекей қызымның сүйікті тамағын істеп қойдым, бургер. Мам, не істеп қойғансыз? Бургер істеп қойдым саған. Кешке жей салам, қазірше. Мен қазір видео түсірейін деп жатырмын. Тамағыңды ішіп алсай? Жоқ, қазір мен видео түсіріп тамағымды ішейін деп жатырмын ғой. Бір қыз Асмер түсірші деп қоймады ғой. Сол мына кешегі тәттілерімді әкелгем. Сонымен қазір түсіре салам. Нови ғой бұлар еще. Жарайды, кешке жей саласың онда. Мен бүгінше шопинг аралайыншы. Бір киімім қалмады ғой. Видеоға түсетін кезде бір киіммен түсе берсем, мені позор деп ойлайды ғой, кедей деп еще. Жарайды, бопты, қазір әкемнен ақша сұрап беремін. Жарайды, сізге көп рахмет. Жарайды, ендеше мен тәттілерімді алайын. Саған көмектесіп жіберейін бе? Иә, көмектесіп жіберіңізші. Так, мінекей, телефон мына жерге қоя тұрайыншы. Мінекей. Ал мына маршмелло тұра берсін. Жарайды, жүра ғой. Мінекей барлығы дайын, тәттілер, мохитомды алып алдым сок. Так, лампа қосулы, қазір камераны қосатын боламын. Осылай түсірейін. Не істеп жатырсыңдар екеуін? Так, Аружан, сен үй жинамайсың ба? Мен саған жаңелде айттым ғой. Неге бұл жинау керек, Барда Айсезімге айт, сол жинасын. Босқа отыр ғой ол, интернетті шұқылап, телефонына қойайын ба? Ой, жоқ, ол босқа істеп жатыр дейсің ба? Ақша тауып жатыр ғой, білесің ғой. Тиктоктан ақша табады, ютубтан ақша табады.
енді Аружан да көмектессін да, үй жинап дегендей. Қайдағы, мен де тауып жатырмын ғой ақша, ол таппай ақ қойсын. Екеуі кезекпестеп үй жинасын, барлығын істесін да. Ой, жоқ, ол бәрібір де табады ғой, қырсық қой ол қыз. Қоя берші, сен не істеп отырсың, бар дес. Жоқ, ол жинамайды, барды өзің жина керек болса. Или Әсезімді үй жинатқыз, ұқтың ба? Саған не болған, Елдос? Ешнәрсе болмаған? Өзгеріп кеттің ғой? Мен өзгерген жоқпын, бұрыннан бері осындаймын. Мен сенің бұндай әдетіңді көрмеппін. Қазір босқа ұрысып қаламыз ғой, бар үй жина. И потом мына телефонды сен бердің бе? Я, мен бердім. Неге бересің? Енді ол интернетсіз қолданып көрмепті. Енді бір рет болса да қолданып көрсенде, мен және де бұны шынға бердім. Ала берсін, өзім жаңасын сатып ала саламын. Әкел, бер телефонды, саған болмайды. Әкел. Ей, бер телефонды, бол тез. Жарайды, ала берші. Жарайды, сосын сенімен кейін сөйлесемін. Негізі мен кете бергенім дұрыс-ау. Телефоныңызға көп рахмет, бірақ мен үй жинап берейін. Қайқа кетіп қалдың?